Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге таңғы асқа панкейк дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқаға 1 стакан айранды қосып араластырамыз. Бір стакан қантты ақырындап қосамыз. Араластырамыз. 2 ас қасық май қосамыз. Бөлек ыдысқа 250-300 грамм ұн қосамыз. Шым-шым тұз, 1 шай қасық сода, барлығын араластырып аламыз. Сұйық массаға қоямыз. Түйіршіктер болмау үшін дұрыстап араластырамыз. Қызып тұрған табаға бір ошаудан құямыз. Үстінде көпіршіктер пайда болғанда екінші жағын қуырып аламыз. Үш-төрт минут пісіреміз. Біздің панкейкіміз дайын болды. Сіздермен болған Қызанақ каналы ас болсын.